Баршаңызға сәлем, сіздермен компьютермен жұмыс ету арнасы және де мен қайып берген жадыра. Бүгінгі танысатын сайтымыз wordwall.net сайты. Бұл сайт бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған. Егер де оқушыңызды сабағыңызға қызыға қатысқанын, барша ынтамен қатысқанын қалайтын болсаңыз, осы сайтпен танысып, осы ойын түрлерін сабағыңызға қосуға кеңес беремін. Бұл сайт арқылы біз қандай жұмыс жасай аламыз? Кәнеге көрейік. Мұнда тест жасай аламыз, екі нәрсені бір-бірімен сәйкестендіре аламыз. Откройте окно дейді, кез келген мысалы жәшікті ашып ішінен тапсырма орындаймыз деген секілді. Немесе случайный колесо деген бар, сонымен де жұмыс жасаймыз. Қалай жұмыс жасаймыз? Қазір жеке-жеке тоқталамыз. Бірінші біз Google аккаунтымызбен тіркеліп аламыз, одан кейін ғана жұмысқа кірісеміз. Мінекей создайте свой первый работу деп шығып тұр. Мінекей қазір біз мысал ретінде кез келген біреуін таңдап көреміз. Астына қарай түсе берсеңіздер, жасауға болатын жұмыстар өте көп. Алғашқы жұмысты тест жасаумен бастап көрейік. Мінекей тест дегенді басамыз. Мұнда название упражнения деп тұр. Сол жерге осы тестке қатысты тақырыбыңызды қойсаңыз болады. Қазір тестті бастайық. Мысалға бірінші сұрақты жер серігі не деп алып көрейік. Мұнда жауабы А варианты А деп жазайық. Мұнда X деп тұр. Соның үстін бір рет мышканың көмегімен шертетін болсаңыздар, осындай жасыл түсті галочка шығады, яғни дұрыс жауап осы деп компьютер түсінеді. Мұнда 6 вариант таңдауға болады. Сурет қоюға болады, немесе озвучка жасауға болады. Мысалы, жаңағы галереяның үстін бастым, осындай суреттеу тұр, немесе жоғарыдағы оң жақтағы загрузка дегенді басатын болсақ, бізге осылай папкалар ашылады. Осының ішінен өз суретіңізді, яғни керек суретіңізді қойсаңыз болады, немесе звук қойсаңыз болады. Тоже загрузканың ішіне барамыз, кез келген звукты таңдаймыз. Мына жерде сурет и звуктың значогы тұр. Сол жер арқылы біз таңдай аламыз. Келесі сұрақты жазу үшін добавляйте вопрос деген тұр. Сол жерге барып, келесі сұрағымызды енгізе береміз. Жасалуы оп-оңай, максимум 50 сұраққа дейін, шатаспасам, жасауға болады. Мұнда өзі көрсетіп тұр. Болғаннан кейін төменде оң жақтағы выполнены дегенді басамыз. Ол сайт бірден сақтайды и уже жұмыс жасауға беруге болады. Мысалы, старт дегенді басамыз. Мінекей сұрақ қойылды, жауабын таңдаймыз. Мінекей галочка қойылды, дұрыс екен көрініп тұр. Келесі сұраққа өтеміз, жауабын таңдаймыз. Дұрыс болмаса X дейді, қайсысы дұрыс екенін мінекей галочка арқылы көрсетеді. Мінекей сұрақ бітті, ойын бітті. Қанша уақытта жасады, қанша сұрақ нешеуіне жауап бердік, барлығы көрсетіліп тұр. Мен жаңа тесттің атын жазуды ұмытып кетіппін. Без название 1 деп тұр. Соның үстін басып, осы тесттің атын беруге болады. Енді бұл қатты маңызды емес, енді өзіңіз үшін жасауға болады. Мінекей астында мұнда редактирование жасауға болады, тағы да сұрақтар қосуға немесе алып тастауға. Кейбірінің жауабы қате болуы мүмкін, қателес басып кетуіңіз мүмкін. Солай дұрыстай аласыз. Мұнда жоғарыда кішкене поделиться деген тұр. Осы жерді басып, сілтемесін алып, сіз оқушыларыңызға таратсаңыз болады. Мысалы, телеграм желісі арқылы, өзіңіз сабағыңыз ыңғайыңызға қарай опубликовать деп мұнда сілтемесі шығып тұр, копировать етіп, сіз оқушыларыңызға жіберіп, осындай тапсырмаларды орындатсаңыз болады. Назадқа шығып, главный бетке өтемізде найдите соответствие деген ойын түрін дайындап көрейік. Бұл жерде тоже название упражнения деген жерге сіз тапсырманың атын жазасыз. Мұнда ответ и подсказка деп тұр. Осы жерден жауабын жазасыз и соған қарай подсказка бересіз. Қазір ол тапсырма қалай көрінетінін орындау барысында түсінесіз. Мұнда галереяның значогы тұр, соны басу арқылы сіз сурет арқылы да жауап пен подсказканы бір-бірімен сәйкестендіре аласыз. Қазір енді тапсырманы орындап көрейік, сол кезде түсінікті болады. Келесі тапсырманы қосу үшін добавлять элемент дегенге барамыз. Дайын болған кезде выполнены дегенді басамыз. Мінекей старт деген шықты, стартты басамыз и міне тапсырма кетіп жатыр. Мінекей бірінші сөз кетті, мысалға қисық
бұл мына астында тұрған 3 сөздің қайсысымен сәйкес келеді? Төртбұрышты. Мен енді мысал ретінде жай жаза салғаным. Енді сіздер өздеріңіздің сабақтарыңыздың мазмұнына қарай келтіріп аласыздар әрине. Мұнда жоғарыда уақыт жүріп жатыр. Сіздер әр оқушы, мысалы қай оқушы қандай уақытта жұмыс жасап бітті, қай сұрақтарға дұрыс жауап берді, бұрыс жауап берді, соның барлығын көруге болады. Мінекей тапсырма аяқталды. Сол кезде бізге қазір осындай экран шығады. Мінекей 32 секундта 3 сұраққа жауап берді деп тұр. Мысалға лидерборд дегенді басатын болсақ, оқушының атын жазатын жер шығады. Оқушы атын жазып энтерді басады. Сіз оның кім екенін өзіңіздің профиліңізден, яғни осы тапсырманың ішінен қарап көре аласыз. Мен өзім атын жай жаза салайын, энтерді басамыз. Бірінші орынға шығып тұр. Мысалға басқа оқушылардікі де астына қарай шыға береді, ол өзі есептейді. Екіншісін басатын болса, қай сұраққа дұрыс жауап береді, соны көруге болады. Старт деген басса қайтадан орындауға болады. Енді келесі ойын түрін көрейік. Осы жолы случайное колесо деген таңдадым. Дәл алдыңғыдай, тоже названиесін жазамыз. Мұнда мен оқушылардың атын жазғым келіп тұр. Қазір неге екенін толықтай түсіндіремін. Добавлять элемент дегенді басып, тағы да сөздер, сурет, аудио қоса берсеңіздер болады. Яғни дәл алдыңғыларында барлығы бірдей болады. Дайын болған кезде выполнение дегенді басамыз. Барлығы бірдей. Қазір енді результатын көрейік. Осылай 5 оқушының атын жаздым, выполнение дегенді бастым. Стартты басамыз. Одан кейін spin it дегенді басамыз. Сол кезде біздің колесо айналады да, мына стрелка мына 5 оқушының біреуіне тоқтайды. Сол кезде мысалға сіз қоятын сұрағыңызды дәл осы оқушыға қоясыз. Яғни мысалы қазір Маржанға тоқтады стрелка, яғни сұраққа Маржан жауап беру керек деген секілді. Резюм дегенді басатын болсақ, ешқандай өзгеріссіз осы колесо қайтадан айналады. Spin itті басамыз. Одан кейін келесі оқушыға барады стрелка. Мысалы мына жерде Лаура дегенге тоқтайды. Мен eliminate дегенді басатын болсам, Лаураның аты өшеді де, қалған 4 оқушы қалады. Қайтадан spin itті басам, келесі оқушыға келіп тоқтайды. Яғни осы жол Лаура жауап бермейді, ол списоктан алынды деген сөз. Енді келесі ойын түрі, мысал ретінде случайный карточка дегенді алайық. Осыны дайындап көрейік. Мен тағы да осы жолы оқушылардың тізімін жасай салып жатырмын. Енді барлығы мендегі мысал. Тоже список дәл жаңағыдай жасалады. Выполнение басамыз и результатты көрейік. Дәл жаңағыдай стартты басамыз. Карточкалар шықты. Но картаның үстін басатын болсақ, оқушының аты шықты. Камила жауап береді сұраққа, ендігі сұраққа Сұлтан жауап береді, ендігі сұраққа Бейбарыс жауап береді. Тапсырма сол орындайды деген сияқты жасауға болады. Шуфле дегенді басатын болсақ, барлық карточка жабылып араластырылады. Оқушының аттарын осылай араластырып жіберуге болады. Немесе мына сөздің орнына сурет қойып, мысалға ақындардың, жазушылардың суреттерін қойып, бұл кім деген секілді оқушылардан осылай сұрауға болады. Осындай вариантты да қарастырып, оқушыны өзіңіздің сабағыңызға деген ынтасын осылай арттырсаңыздар болады. Өте керемет вариант. Осы сайттың мүмкіндіктері осындай. Егерде осы видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіңіз, каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Видео пайдаларыңызға жарасын.